Сәлем, қалайсыздар? Бүгін бір киімнің әртүрлі цветінен, әртүрлі размерінен таңдап үйренетін боламыз. Қазіргі таңда төлем жағынан өзгеріс болып жатыр. Егер де алып жатқан затыңыз 65 юанға жетпесе, бір заттан бөлек-бөлек оплата жасап алатын болсаңыз, әр затқа 2 юаннан комиссия ұстап отырады. Сол үшін заттарыңызды сохраненныйға жинап алып, заттарыңызды 65 юанға жеткізіп, бір оплата жасаңыздар. Сонда ұтылмайсыңыздар, комиссия бір-ақ рет ұстайды. Сол үшін қазір біз алатын затымызды бірінші сохранить етіп аламыз. Мысалы, мына үйге арналған женский двойканы аламыз. Бірінші мына астындағы жүрекшені басып, сохранить етіп аламыз. Назадты басамыз. Тағы бір киім таңдап алайық. Мысалы, мына детский киімді алайық. Астындағы мына жүрекшені басып, мына киімді де сохранить етіп аламыз. Назадты басып, астында оң жағында мына смайлик менің деген профиль бетіне өтеміз. Енді манағы сохранить етіп алған заттарымыздың бәрі мына жүрекшеде тұрады. Соған кіреміз. Мінеки манағы сохранить етіп алған киімдеріміз мында тұр. Енді мына женский киімнің размерін таңдайық. Қасында осындай батырма болады, осыны басасыз. Мына жерде размерлері көрсетілген. М, L, XL, 2XL. Ал енді әр размердің қасында осындай сандары бар. Ол не дегеніміз? МК размердің қасында осындай 80, 100 деген белгі тұр. Ол дегеніміз соның жартысы салмағы 40-тан 50 килограммға дейін арналған адамдарға. Мына ЛК размерде 100 бен 115-тің жартысы, 50 мен 55-те 7 килограмм адамдарға арналған өлшем бірлігі. Қазір мына қоңыр түсінен таңдаймыз. Сосын мына XL деген размерді алайық. Енді мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы таңдаған размеріміз шықты. Енді сол киімнің тағы да басқа цветімен басқа размерін таңдаймыз. Ол үшін мына астында плюс деген белгісі бар батырманы басамыз. Ал енді мына розовый цветінен таңдайық. Сосын мына ЛК размерін таңдап алайық. Мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы екінші таңдаған размерімізде мында шықты. Тағы да басқа цветімен басқа размерінен таңдап алғыңыз келсе, мына плюс белгісі бар батырманы басып таңдап ала бересіз. Енді мына қоңыр цветінің үлкен размерін алайық. Осылай бір заттың әртүрлі размерін, әртүрлі түсін таңдайсыз. Енді жаңағы алған детский киімімізді де солай таңдап аламыз. Сол киімнің қасында да осындай батырма болады, соны басамыз. Мына жерде 73, 80, 90, 100, 110, 120 дегеніміз ол балдардың бойларының ұзындығы. Әр киімде әртүрлі болады. Кейбір киімдерде салмағының өлшем бірлігі тұрады. Мысалы, біздер қазір мына жасылдан 130 деген размерді таңдап аламыз. Мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы таңдап алған размеріміз мында шықты. Тағы да осы киімнің басқа цветінен, басқа размерінен алатын болсақ, мына плюс белгісі бар батырманы басамыз. Ал енді мына көк цветінен аламыз. 90 размерді алайық. Жаңағы размеріміз де таңдалынды. Енді сарыдан да тағы біреуін алайық, басқа размерінен. Қызыл батырманы басамыз. Осылай таңдап ала береміз, әр цветінен, әр размерінен. Размерін таңдағаннан кейін осылай қызыл птичка қойылады. Мынау уже жаңағы таңдап алған киімдеріміздің бағасы. Менің видеом ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда Pinduoduoның басқа да тегін видео сабақтары бар.